Агенттіктің Астана қаласы бойынша департаменті қала прокуратурасының үйлестіруімен акцизделетін тауарларды ірі көлемде, атап айтқанда электрондық темекі шегі құралдарына арналған сұйықтықтарды өндірумен, сақтаумен және өткізумен айналысқан адамның заңсыз іс-әрекетінің жолын кесті. Күдікті рұқсат беру құжаттарынсыз құрамында никотині бар сұйықтықты қолдан өндіретін цех ұйымдастырғаны анықталды. Дайын өнімді көтерме және бөлшек сауда түрінде елорда мен республиканың басқа қалаларының веб-шоттарында сатқан. Сатылған никотин бар сұйықтықтың құны 18 миллион теңгеден асқан. Жедел тергеу іс-шаралары барысында 5 мыңға жуық электрондық темекі шегі құралдарына арналған сұйықтық құтысы хош иістендіргіштер, көлемі 235 литр глицерин және пропилен гликоль химиялық заттар, сондай-ақ оларды өндіруге арналған станоктар тәркіленді. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері тергеу мүддесінде жария етілуге жатпайды.